Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Мына жерде комментарийді өшіріп қоя береміз ау деймін. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Amma ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар. Жалпы біз бүгін зікір, сол зікірдің әдептері туралы өтпекші едік. Келіңіздер, жақынырақ жайласа беріңіздер. Енді кеп жатырмын ғой шамаға. Келіңіздер. Зікірдің әдебі туралы өтпекші едік. Жалпы кеше зікір дегеніміз не, оның пайдалары кішкентай өтіп кеттік деп ойлаймын. Енді не ести алмағандарыңыз осы интернет парақшасына кіріп қайтадан естісеңіздер болады. Зікірдің әдептері. Жалпы бар ғой, енді бұл әдептерді айтып не керек деген сұрақтан шыққан жақсы ғой деп ойлаймын. Өйткені бұл біріншіден зікірдің әдептері деген не? Оның қаншалықты маңызы бар десек, оны қалай орындаймыз деп бітірсек, әдемі қылып. Зікірдің әдептері дегеніміз не ол? Біріншіден, әрбір нәрсенің өзінің инструкциясы дейміз бе, қалай айтылады? Орындау бір әдісі болғаны жақсы. Ол дұрыс орындалған сайын өз орныменен әдемі орындалады. Қателігі аз болады. Қабыл болуы тез болады. Эффективность дейді ғой бір жағы. Оның әсері дұрысырақ болады. Сол үшін бізге әдеп керек. Тәртібі керек оның орындалу. Ал енді оны қайдан аламыз? Оны ойдан шығарған ба адамдар, немесе жаңағыдегі оны әркім өзі қоя бере ма? Жоқ, арнайы бір жазылған бір нақты дүние бар ма? Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және оның сахабалары зікір айтқан түрлі зікірлерді. Мысалы, Құран оқудың әдебі бар. Құранда зікір ғой. Намаз оқудың өзінің әдебі бар, реті бар. Дәл сол сияқты зікір айтудың да өзінің әдебі бар екен. Ол Құрандағы аяттар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдағы хадистерменен жазылған. Оның маңыздылығы қанша? Оның маңыздылығы жоғарыда айтқанымыздай, зікір дұрыс орындалған сайын ол сізді Аллаға жақындатуға, сізге өміріңізге әсері мықты болуға, және иншалла пайғамбарымыз көрсеткендей орындағандығы үшін сауабы көбірек, пайғамбардың жолынан ергенірек болғандығы үшін абзал. Біздің дініміз жалпы ойдан құрастырылған дүние емес. Ол жердегі барлық нәрсе адам өзінің білгенін істей беретін жер емес. Бәлки ғалымдарымыз бүкіл шекараларды көрсетіп кеткен. Әр нәрсенің өзінің шекарасы, өзінің жолы бар. Ендеше зікірдің де өзінің жолы, ережесі, тәртібі бар екен. Кітаптарды оқып көрсек, зікірдің әдептері дегенде кітап бар екен. Фиқхул әзкар дегенде кітап бар екен. Зікірдің фиқхы дейді ғой, бүкіл ережесі. Шариғаттағы не болады, не болмайды, арнайы кітаптар жазылған екен. Сол кітаптардың бірнешеуін түртіп көрсем, зікірдің әдептерін біреулер 40-қа шейін жеткізгендері бар екен. Жинап. Біреулер 4-5-ден қайтқандары бар екен. Мен енді соның бәрін жинап, бірнеше шама жеткенше бәрін жинап бір ортақ бір пікірге құрастырғым келіп отыр. Зікір әлбетте бірінші орында шын жүректен айтылу керек. Шын жүректен, жүректің түбінен айтылу керек. Ендеше адамны худурул қалб деп айтады. Жүректі жинай білу керек екен. Енді әлбетте жүректі жинай білуге ол енді бір сабағымыз болар. Иншалла болашақта ма ертең мүмкін эфирге шығып көрермін. Егер енді қатыссаңыздар, қатысып қаларсыздар, қатыса алмасаңыздар енді интернеттен көрсеңіздер де болады әбден. Худурул қалб, адамның жүрегінің жинақы болуы. Жалпы зікір кезіндегі. Ол міндет екен. Дұға іспеттес қой. Өйткені пайғамбарымызда ереже бар. Алла тағала
лағып және ғапыл болған жүректен, лағып жүрген және ғапыл болған жүректен дұғаны қабыл етпейді деген бар. Енді ғибадат ше түбі жүректен шықпай ма? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әл-иману хахуна деген сөз бар. Иман мына жерде деген сөз бар. Ал бір сөзінде ат-тақуа хахуна деген сөз бар. Тақуалық мына жерде деген сөз бар. Тіпті бір сөзінде адамның кеудесінде бір тістем ет бар. Егер ол бұзылса, адам бұзылады. Ол түзелсе, адам түзеледі деп айтады. Ол мына жер деп жүректе көрсетеді пайғамбарымыз. Ендеше осы жалпы жүрек құлшылықта өте үлкен рөл атқарады екен. Сол жүректің рөлін дұрыс біле білген адам, дұрыс өзін жинай білген адам осы руханиятқа жетеді. Намаздың дәмі де сол жүректі жинай білуде. Дұғаның қабыл болуы да жүректі жинай білуде. Зікірдің түбі де, дәмі де осында. Сондықтан болса керек, кейбіреулер мысалы енді анау заманауи тілде айтсақ, зікір айтып отқанда біреулер трансқа кіріп кетеді. Зікір айтып отқан кезде трансқа кіріп бір бөлек әлемге душар болады. Сұрақ шығады ғой сонда енді. Сонда енді зікір кезінде трансқа кіру дұрыс па? Кірамай қалсам не болады деген сұрақтар шығады. Жоқ, әңгіме ондай емес. Ғалымдардың кітаптарын іздесек, трансқа кіру міндет емес екен зікір кезінде. Зікір жүректен, ықыласпен айтылса болды. Ендеше ықылас, естеріңізде шығар, ықыластың тақырыптары шынайы ықыласпен айтылса, еш нәрсе араластырмаса, яғни ой, басқа нәрселер бөлмей шынайы айтылса, сол зікірдің ақысын берілген болады. Екінші бір нүкте, зікірдің айту көрінісі. Ғалымдарымыз зікірдің көрінісіне көңіл бөлген екен. Зікір ол құлшылық. Дұрыс па? Құлшылық қой. Құлшылық болғаннан кейін оның көрінісі де құл сияқты болудан шығады екен. Сол үшін зікір кезінде қыблаға қараған жақсырақ дейді ғалымдар. Дәрет болған жақсырақ, ғұсыл болған жақсырақ. Зікірден бұрын да арнайы Алланы мақтап пайғамбарға салауат айтқан жақсырақ деп айтады. Яғни рухты дайындап, кеудені дайындап келген жақсы деп те айтады. Зікірден де бұрын, ойласаңшы. Ниет жақсырақ дейді арнайы. Бірақ маңызды емес оның барлығы. Яғни оның барлығы онсыз орындала береді зікір. Бірақ бұл әдебінен. Яғни сіздің дәретіңіз болмаса да зікір айта бересіз. Бір белгілі бір мешітте отыру, қыблаға қарап отырмасаңыз да зікір айта бересіз. Оған арнайы намаз сияқты, ораза сияқты ниет қылмасаңыз да қажеті жоқ. Бірақ егер ниетпен айтсаңыз, бірақ егер сіз сол зікірді дәретпен, кәдімгі бәрінің орнымен айтсаңыз, қандай болады әсер десе, осы дайындықтың бәрі адамға ана тыныштық сыйлағандық үшін, арнайы дайындық бір аура, атмосфера сыйлағандық үшін зікірдің эффекті дейді ғой, зікірдің әсері көбірек болады. Сол үшін ғалымдарымыз әсері көбірек болу үшін көрініске көңіл бөлген екен. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тамақ жегеннің өзінде ол кісі бір тізесін көтеріп, екінші тізесін жерге қойып отырып жейді екен. Ондағы мақсат асқазанын бүгіп отыру деп айтады ғалымдарымыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны айтпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен құлмын дейді, құл сияқты отырамын дейді. Ол кісінің осыншалықты сезімі болды. Дәл осындай сезім көп ғалымдарда, көп осы ислам ақындарында сөз болды. Солардың біреуі, мысалы, сол өлеңменен, шайырлықпенен жеткізген хикметтерді оқысаңыз, Сопалайырдың хикметтерін, Машрабтың хикметтерін, жаңа біздің бабамыз Ахмед Яссауидің хикметтерін оқысаңыз да, өзінің құл екендігін қайта-қайта айтады. Құл Қожа Ахмет тағат қыл деп, мысалы, ол шын аты оның құл Қожа Ахмет емес. Ол құл. Қожа өзінің руы, ол шын аты оның Ахмет. Бірақ ол соның бәрін қосып айтады. Ей, құл Қожа Ахмет тағат қыл деп. Тағат дегені Алланың айтқанын істе дегені. Бұл бір не ғой, мысал. Жалпы зікір сонда арнайы дайындықпенен орындалған дұрысырақ екен.
ол сізді дайындайды. Біздің заманауи психологияда да сондай екен. Мысалы, бір істі навык дейміз ба, бір керемет бір қасиетті егелегіңіз келсе, немесе бір істі әдет қылғыңыз келсе, мысалы күніге таңертең жүгіру дейікші, өте банальный нәрсе, тривиальный нәрсе. Күніге таңертең жүгіру керексіз. Не істеу керек десе, психолог ғалымдар айтады. Барынша биохакинг дейді ғой, миыңды, өз адам жалқаулық жақсы көреді, миың жұмыс істейтін нәрселерді алып таста дейді. Яғни жүгіретін аяқ киіміңді дайын қойып қоясың екен. Кешке дайындап қою керек екен, жүгіретін. Еще оның бауын байламайтын ашып қой дейді. Жаңа оңайдан, ой, анан бауын байлау керек деген нәрсе жалқаулық бармасын, ашып қой дейді. Киіміңді де дайындап қой, жүгіретін маршрутың бәрін сызып қой дейді. Яғни далаға шыққан кезде, енді қаяққа барам деместен, нақты маршрут қойып қой дейді. Бәрін адам, миын жұмыс істетпеу үшін да, оны адам денесі өзі істеген сайын, сол әдет тез сіңеді екен. Дәл сол сияқты көп діндерде де, буддизмда, христиан діндерінде де адамды зікірге үйретер кезінде басқа нәрсеге көңіл бөлгізеді. Мысалы, буддизмде тынысқа көңіл бөлгізеді. Тыныс алып, тыныс шығар, тыныс алып, тыныс шығар дейді. Айтатын сөзіңе көңіл бөлме дейді. Денеге көңіл бөлгізе бастайды. Мақсат адамның түрлі миына келіп атқан ойларды тоқтатып, ықылас пайда қылу. Ықыласты реттеу. Ішкі ойдың бәрін алып тастау. Соны жеңетін әдістерді қолдану. Біз ол өзге діндерде шаруамыз жоқ енді. Дегенменен біздің дінімізде осы зікір мағынасында осындай әдістерді қолданған. Ең алғашқы рет ғалымдарымыз зікір кезінде көп бір сөздерді, Алла туралы, басқа сөздерді бірінші санға көп бөледі екен. 1000 рет айт, 2000 рет айт, 10.000 рет айт деп бөлгіздіреді. Соны көп айта бергеннен кейін адам санға көңіл бөліп отқаннан кейін ойы басқа жаққа бөлініп, санда зікірдің бір саны ғой ол. Сондықтан ол зікірге бір қандай да бір бұрышыменен әсер болғандығы үшін ойын жеңуді үйренеді екен. Көп адам зікір айтып атқанда ойын жеңе алмайды ғой. Осындай әдістер қолданады. Айтпағым, құрметті жақсылар, енді шіли ғылыми басқа жақтан кіріп кетті демеңіздер, сіздерге ыңғайлы, түсінікті болсын, осыны орындау жеңіл болсын деп атқаным. Жалпы зікірдің орындау әдісі ендеше құл сияқты болу. Шынайы дайындықпен келу екен. Осының әдісінде тағы бір нәрсе айтылады. Ол өте маңызды дүние. Зікір кезінде дауысты қандай дәрежеде қою керек дейді. Біреулер айтады, зікірді дауыстап айт дейді. Біреулер айтады, үндемей айт дейді. Осы екі нүкте бар. Біріншісі, дауыстап үндемей емес, дыбыс төмен болу керек екен. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис бар. Сапарлап кетіп бара жатқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар тұрып алып, Алланы зікір етіп атқан кезінде, дұға қылып атқан кезінде айғайлап дұға қылыпты. О деп зікір айтқанда сөйтіпше, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, сендер дұға қылып жатқан, сендер шақырып жатқан Алла тағала керең емес, және ұзақ емес, және ол ғайып емес депті, жоқ емес депті да. Жоқ затты шақырып атқан жоқсың ғой, ей, бері кел, жанымызда тұрған жоқсың, ей, деп Алла тағала сенің жаныңда, сенің қан тамырыңнан да жақын. Дұрыс па? Екіншіден, Алла тағала бәрін естуші, оны айғайлаудың ешқандай қажеті жоқ та. Ешқандай айғайлаудың қажеті жоқ. Сондықтан дыбысты төмен түсірген жақсы екен. Зікір кезінде. Ал тағы бір өте маңызды нүкте, ғалымдарда талас бар екен. Зікірді тілмен айтқан жақсы ма, жоқ тілді қимылдатпай іштен айтқан жақсы ма деген. Сұрақ шығады. Біреулер айтады, іштен айтқан жақсы дейді. Себебі іште рия болмайды дейді. Рия болмайды. Ішіңнен айтсаң, пәлен рет айттым деген болмайды. Риякерлік болмайды, өз-өзіңді қожа көрсін жасамайсың. Сол үшін осы бір жерде маңызды нүкте. Мынау қазір біздің Қазақстанда салауат жарыстар деген бір тренд алып кетті ғой. Қазір басылайын деді аздап. Дегенмен салауат жарыстар бір тренд алып кетті. Мода болды.
соларда сен қанша айттың, соны бір көрсет деп соны жарыс қыла бастады да. Бұл бейне бір адамды риякерлікке итермелегендей дәрежеге апарып қойды. Соның себебінен оны айтпасқа шарам жоқ. Кейбір адамдар өтірік өзін, енді Құдай куә деп қоя салды ғой, өтірік өзін пәлен рет зікір айттым деп айта бастады. Ол кісінің өтірігі сонша, сол айтқан адамдардың өтірігі сонша, сол салауаттардан олар орын алды. Белгілі бір орындар алды сөйтіп сол жарыстардан. Бірақ ойлаңызшы, сауап амал жасаған адам, бір сауап амал жасаса, одан кейін Алла тағала оны тағы бір сауап амалға итермелейді, дұрыс па? Егер ана сауап амал жақсы болса. Және де екінші осылай баспалдақтан көтеріледі. Ал егер ол адам алдаса не болады? Баспалдақтан көтерілмейді. Алла тағала оны әшкере қылып оны түсіріп тастайды. Сол үшін кейбір салауат айтқан адамдар орамалын шешіп тастады, намазын оқымай кетті. Бірақ орын алды да. Мен 1000 рет салауат айттым, 10.000 рет, 100.000 рет, миллион рет салауат айттым деп жеңіп алған азаматшалар, Алла тағала солардың жүрегіндегі ықыласын, тіліндегі өтірігін, амалындағы қожа көрсін жасағандықтарын әшкере қылып тастады. Қазір солардың біреулері намаз оқымайды. Біреулері Құдайдан ұзақ болып кетті, шашын ашып, орамалын тастап, арақ-шарапқа қарай бет алып, ана болмағыр нәрселердің арасында жүр. Кезінде салауат айтты ғой. Егер шынымен ақше, сол салауатты ол кісі ықыласпен, шынайы жүрегінің төрінен айтатын болса, шынайы сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсінде көрген адам болса, онда ол кісі тақуалықта басқа адамдардан да алдын болар еді. Түсті өтірік айтуда өтірікші болып саналады негізі. Сол үшін түсті өтірік айтудың өзі үлкен ауыр күнә. Ауыр күнә. Ғайбат айту, зина жасау, адам өлтіру сияқты күнә. Сондықтан мен түс көрдім, түсімде мынандай бір іс көрдім деп соны өтірік қылып айту, ол күнәнің бір күнәсі. Ол сіз ойламай қойыңыз, әшейін фантазиямды айттым ғой, адамдарды қатырып бердім деп. Жоқ, олай емес. Сіз солай айтқаныңыз үшін егер ол өтірік болса, Алланың алдында сіз өтірікші болып жазыласыз. Құдай сақтасын, сіздің жазаңызды Алла тағала осы дүниеде берсе, сіз құтылдым дей беріңіз. Ал бірақ арғы дүниеде де Құдай сақтасын, егер кешірмесе, сіздің жазаңыз арғы дүниеде де болады. Енді зікірден келіп шықты ғой. Зікірдің ақысы бар, өзінің берілетін. Зікірдің ақысының біреуі, сол айтқандай дауысты төмен айту болса, ғалымдарда талас шығады. Іштен айтқан жақсы ма, тілмен айтқан жақсы ма деп айтылады. Сол тілмен айтқан деген адамдарда, ғалымдарда мақсат сонда ана адамның жүрегіне рия кірмейді. Сол үшін ішіңнен айт, қанша айтқанын ешкімге айтпа дейді. Екінші топ ғалымдар айтады, жоқ дейді, тілмен айтсын дейді. Тілмен айтқан жүрекке әсері болады дейді, құлақ арқылы әсері болады адамға. Ана трансқа кіреді да тезірақ. Өйткені білесіздер ғой, өздеріңізде таслақ тұрып бара жатқан кезінде Аллаху акбар, ләббәйк Аллахума деп айғайлағанда қандай адам рух шақырады. Сол үшін мысалы дұшпанға шапқанда ат ойлап шабу қайдан шықты? Мысалы Алатау деп айғайлап дұшпанға шабу, мысалы басқа батырлардың атын айтып Қабанбай деп жауға шабу қайдан шықты? Мен енді жалпы мысал айтып жатырмын, бір руды бір мақтайын деп неғып отырған. Жалпы қазақта бізде ол тек қазақ халқында емес негізі. Ол арабта да, өзге халықта да болды. Мысалы біздің қазақ халқында кезінде ора деп шабады екен. Ора деп шабады екен Алтын Ордада. Содан қалып кеткен орыс халқы ура деп шабатын қалған. Жаңағыдай уралап шабатын. Бізде қазақта ора деп шабады. Оны орау керек екен де, орап қоршап, ортаға салып жоқ қылады да. Алтын Орда баяғыда шапқанда оралап шабады екен. Енді сол орыс халқында ура болып қалып кетті. Мысалы, енді ұран өзі адамға керемет әсер береді. Сондықтан зікірді сырттан айтушылар да сондай екен да, жахри зікір деп айтады. Ол сырттан айтсаң әсері болады, сырттан айтсаң рухқа, жүрекке әсері болады деп айтады екен. Мен енді біреуін жақсы, біреуін жаман деп айтқым келмейді. Бәлки мен үшінші топты жақсы көремін.
Олар енді Құрандағы аятта айтады ғой, даусың төмен болсын деп. Фихта, біздің Ханафи мазхабында ниет қалай айтылады білесіздер ма? Ниет дегеніміз ол адамның жүректің амалы ғой, дұрыс па? Намазға тұрғанда ниет айтасыз. Ниет іштен айтсаңыз жетеді негізі. Бірақ соны тілменен растау дұрыс екен. Біз иман келтіргенде де жүрекпен айтылу емес, тілмен айтамыз. Әл-иману иқрарун бил-лисани ва тасдиқун бил-қалб деп айтамыз. Иман ол тілменен қарар айтып, оны жүрекпенен бекіту дейміз. Сол үшін иман айтқан кезінде, иман калимасы, сен мұсылмансың ба десе, ашхаду ла илаха илля, Алладан өзге құдай жоқ деп куәлік беремін деген кезде тіл айту керек, жүрек оны мақұлдау керек. Осы сөзден қимылдаған ғалымдарымыз айтады, тіл менен жүрек екеуі қосылғанда адамның рухы шаттық табады дейді. Ол заманауи психологияда да әсері сол үшін екен. Тіл айтылған дұрыс екен. Және оған жүрек қосылған дұрыс екен. Екеуі қосылса жақсы екен. Біреуі бір жақта, біреуі бір жақта емес. Сол үшін зікір ең абзалы тілмен айтылғаны, және оны жүрек қоштағаны, екеуі бірге отырғаны. Ал енді тілді қалай зікірге үйретеміз, жүректі қалай зікірге үйретеміз десеңіз, енді мен бір сопылық сабақ өтіп кетті демеңіз, Құдай сақтасын. Зікірді айту туралы мен кеше бүкіл барынша шамам жеткенше сіздерге түсіндірдім деп ойлаймын. Ол өте адам өміріндегі маңызды дүние. Жалпы айтқанда, зікірді тілменен үйрету үшін өте көп санақтар жіберу керек. Өте көп санақтар. 10 мың рет салауат айтыңыз. 10 мың рет ла илаха иллалланы айтып үйрену керек. Екіншіден, тура сол ла илаха иллалланы айтқанда соны жүрекке тыңдап үйрену керек, тілді. Ақыры барған кезінде дейді, адамның тілі емес, бізді бірінші тіл озып, артынан жүрек еріп отырады ғой. Сондай бір халге жетеді дейді, адамның жүрегі озып, артынан тіл еретін болады дейді. Бұл екінші баспалдағы. Осындай дәрежеге жетсеңіз, яғни жүрегіңіз басқарған кезде тіліңіз соны айтатын болса, міне сіз зікірдің нағыз өзіне жеттіңіз. Міне осылай айтылу керек зікір. Яғни жүректен шығып барып тіл айту керек. Тіл айтып барып бұлай емес. Ла илаха иллалла мына жерден айтып, тіл соны қоштау керек. Деп айтылады ғалымдарымыз. Осындай бір нүктелердің жанында, әлбетте, кейбір маңызды фиқ ережелері бар. Жоғарыда айтқандай кейбір зікірлер белгілі бір қайт ережелерге бағынады. Таңертең айтылатын, кешке айтылатын. Кейбір зікірлер бар, белгілі бір санмен айтылатын бар. Соларды сол санменен айтқан жақсы екен. Мысалы, хасби Аллаху ва ни'мал уакил деген сөз, Алла маған жетерлі болады, және Алла тағала қандай көркем өкіл деген сөзді айтса, кімде-кім осы сөзді 7 рет айтса, Алла тағала оған бүкіл қайғы қасіретінен қиыншылығына жетерлі болады дейді. Тіпті оны ықылассыз айтса да дейді. Қарасаңызшы, ол сөздің құдіретіне. Ықылассыз айтсаңыз да хасби Аллаху ва ни'мал уакил, таңертең айтсаңыз кешке шейін, кешке айтсаңыз таңға шейін сізге жетерлі болатын зікір бар. Немесе бір зікір бар. Радиту биллахи робба ва бил ислами дина ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям наби ва расула. Аллаға Раббым ретінде разы болдым. Дін ретінде исламға разы болдым. Пайғамбар ретінде Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям разы болдым десе дейді, Алла тағала ол кісіден разы болады дейді. Осындай бірнеше зікірлер бар. Белгілі бір сөздерді айтылса жететін. Ал кейбір зікірлер бар, өте ұзақ айтылады. Мысалы, екеуі де пайғамбардың өмірінде болған. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйінен кетіп бара жатқан кезінде өзінің әйелдерінің бірі аср намазында зікір айтып бастаған екен. Бір шұқыр қазып қойып, тасты жинап алып, соған тастап лақтырып отыр екен. Сол кездің тәспісі ғой, былай айтқанда ше, шұқыр қазып қоя дегенде, үйлері лайдан ғой. Пол кәдімгі лайдан, соны үйінің ішінде кішкентай жерді қазып қоя дегенде, тас жинап алып, соған тастап отырады дегенде, кетіп қалған екен. Құптан намазын оқып, уағыз айтып, бәрін бітіріп, үйіне оралса, әйелі әлі санап отыр дейді. Ойласаңыз, сонда тек намазға тұрған, қайтадан зікір айтып отыр. Асырдан құптанға шейін зікір айтқан. 2 сағаттан ортасын есептесеңіз, ең кемінде 4 сағат зікір айтты.
кемінде. Ойлаңыз, 4 сағатта сіз қанша нәрсе айтып тастауыңыз мүмкін, е? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: сен не айтып отырсың десе, зікір айтып отырмын депті. Сен осы асырдан құптанға шейін айтқан зікіріңді, мысалы ше, жаңағыдегі сен сонша айттың ғой депті, мен сондай бір сөз айтам депті. Сен сол уақытта айтқан зікіріңнен асып түсіп кететін зікір айтам депті да. Ол қандай зікір десе, осы зікірді кейбір адамдар қате айтып жүр. Жаңағы өйткені енді қате оқып қалған болу керек бір жерлерден, немесе өзінің мағынасымен дұрыс айта алмаған болу керек. Я Рабби лакал хамду кама ямбағи ли жалали ваджхик ва азими султаник деген. Я Раббым, саған сондай мақтаулар болсын, ли азими султаник, е? Жаңа осы жерде бір қате бар. Раббым, лакал хамду, саған мақтау болсын, кама ямбағи ли жалали ваджхик, сенің жүзіңнің ұлылығындай, ва азими султаник, сенің сұлтаныңның құдіретіндей, патшалығының құдіретіндей саған салауаттар болсын деген, саған мақтаулар болсын деген сөз. Осы бір ауыз сөз 3 рет қайталасаң, сен 5 сағат зікіріңнен абзал дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда кейбіреулер осыны ва ли азими султаник деп лиді артық қосады. Бұл жерде лиді артық қосу араб тілінің ережесінде қате болып саналады. Араб тіл ережесінде қате. Енді осы зікірді білетіндеріңізге жаңағы бір кішкентай ескерту қоямын. Қорытып айтайыншы, құрметті жақсылар. Зікір айтудың өзінің әдебі бар. Дыбыста, көріністе, уақытта, санда ерекшеліктер бар екен. Кейбір зікірлер санға бағынады, кейбірлер зікір санға бағынбайды. Уақытқа бағынады, уақытқа бағынбайды. Мысалы, таңға айтылатын бар, кешке айтылатын бар. Осыларды өз уақытымен, өз орнымен айтылады. Орынға бағынатындар бар. Мысалы, үйден шыққанда айтылатын зікірді тек үйден шыққанда айтасыз. Үйге кіргенде айтылатын зікірді тек қана үйге кіргенде айтасыз. Мысалы, қараңызшы, үйден шыққандағы зікірді кім біледі? Бисмиллахи таваккалту алаллахи ва ла хаула ва ла қуата илля биллах. Кімде кім үйден шыққанда осыны айтса дейді, Алла тағала ол кісіге жауап береді екен. Фақат худита, пендем, сен тура жол таптың дейді екен. Ва куфита, саған барлығы жетерлі болады енді дейді екен. Ва уфита, және барлығын саған толтырып беремін дейді екен. Шығып атқандақ. Сонда, мысалы, ер азамат мал табуға үйінен шығып баратқанда осы сөзді айтып шықса, Аллахым оған сол кезде уже берекесін беріп қояды. Шықты, берекесін беріп қойды. Және де соған сөз қосып айтылады екен. Және де шайтанның жамандығынан да құтқарылдың деп айтады екен. Зікірлердің өзінің соншалықты орны, біздің діндегі, біздің өмірдегі орнын қараңызшы. Қаншалықты нәрсе. Енді қараңыз, сіз оны түсінбей айттыңыз. Ал егер осы сөзді түсініп, шынайы жүрегіңізді қосып айтсаңыз, тілдің жанына жүректі қоссаңыз қалай болды? Ал егер бірінші орында оны жүрекпенен айтып барып тіліңіз айтса қалай болады деңізші? Дәрежелерді байқадыңыз ба? Көп адам зікірді тілмен айтады, жүрегі оны ұқпайды. Біреулер тілмен айтады, сосын соның аудармасын жетіп алады. Немесе бөлініп тұрады. Осыны айтып жатырмын ғой дейді да, тілмен айтады. Ал бірақ біреулер бірінші жүрегі озатта, сосын тілі артынан ереді. Оның дәрежесі бөлек. Құрметті жақсылар, қорытып айтатыным, жалпы зікір әрбір мұсылманның елеулі Алла тағаламен байланыстыратын, орын алатын құлшылық ғибадаттардың бірі. Бұл өте маңызды нәрсе. Тіпті зікір дегеніміз намаз ол, зікір дегеніміз Құран, зікір дегеніміз сіздің дұғаңыз, зікір дегеніміз сабақ, білім. Осының барлығы зікір, Алланы еске салу. Тіпті пікірдің өзі зікір деп айтылады екен. Сол үшін болса керек, тағы да бір дәлел, біреулер айтады ғой, зікірді іштен айтқан жақсы, сырттан көр дегенге пайғамбарымыздың хадисі бар. Хадис құдысы етеді. Кімде кім мені өзінің фи нафсихи, өзінің ішінде зікір етсе, мен де оны өзінің ішінде зікір етем дейді.
кім халықтың алдында зікір ететін болса, мен ол халықтан да абзал халықтың алдында зікір етемін дейді оны. Сондықтан зікірдің тілді қосылғандығы абзал болады екен. Жай ғана іштен көру емес. Дегенменен енді кейде дыбысты сәл төменірек қып өзіңіз есткен халде айтқаныңыз абзалырақ болады. Біреуге әсер етпейсіз, және өзіңізге сол жетерлі болады. Құрметті жақсылар, Аллахым осы қажылықта сіздерге көптеген сабақ үйретті деп ойлаймын. Көптеген құндылықтар алдыңыздар. Сол құндылықтардың бірі осы гидтеріміз сіздерге көп айтты. Сіздерге дұғада болыңыздар, зікір айтыңыздар, дұғада болыңыздар, зікір айтыңыздар. Байқадыңыздар ма? Өте көп айтады. Осы сөздің мағынасын осы бір 2 сабағымызда сіздерге шама жеткенше түсіндіріп жеткізуге тырыстық. Зікірдің өзінің орны өте үлкен дүние. Оны дұрыс орындай білудің өзі үлкен нәрсе. Осы қажылықта сіз үйіңізге алып кететін нәрселердің бірі осы зікір болса екен. Көп Алламен байланысуды үйренсеңіз, жүрегіңізді қосуды үйренсеңіз, және де бекер отырған уақытыңызда тіліңіз зікірден бос болмай, бәлки әрдайым көп Алланы еске түсіруші болып, Алланы мінәжат қылып, Алламен тілдесе алатындай, ішіңіздегі жан сырыңызды, шағымыңызды да, қуанышыңызды Алламен бөлісетіндей халге жетсеңіз екен дегім келеді. Алла разы болсын. Аллахым жасаған құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл етсін.